Annyeonghaseyo, 여러분, сәлем достар, сіздермен мен Әсел және Кимчи ТВ. Бүгін міне көптен күткен бірінші сабақты бастайтын боламыз. Алдыңғы видеода тілді үйрену үшін бірінші орынға мақсатты қойдық. Мақсат ол нәтиженің жартысы секілді, өз басым солай есептеймін. Ал бірақ енді келесі екінші сабақты және басқа да тақырыптағы видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться, яғни тіркеліп, қоңырауды басып қойсаңыздар, уведомление арқылы жаңа видеоларды бірінші болып көріп отыра аласыздар. Ал қазір көруге ыңғайсыз болса, лайк басып, кейін өзіңізге ыңғайлы уақытта қайтадан көре аласыз. Алдыңғы видеода айтқанымдай, корей тілін қазақ тілінде үйрену оңай. Себебі корей тілінде мысалы ың деген әріп бар. Осылай дөңгелек болып жазылады. Бұл әріпті орыс тілінде көбіне н, нг немесе ағылшынша ing жалғаулары сияқты етіп айтады. Бірақ сөйлесу барысында бұл дұрыс емес естіледі де, бір тілдік акцентте үлкен бір минус көрсетіп тұрады. Сол себепті тек бұл мысал арқылы емес, басқа да мысалы сөйлем құрау барысында бастауыш пен баяндауыштың орналасу тәртіптері де ұқсас келеді қазақ және корей тілінде. Корей тіліндегі әріптерді көбісі иероглифтер деп ойлайды. Мен де басында иероглиф деп ойлағанмын, бірақ корей тілінде иероглиф мүлдем жоқ, оның барлығы әріптер. Иероглифтер көбіне Қытай және Жапон тілдерінде бар. Менің ойымша, ол жеке ойым, қатты сөге көрмеңіздер, корей тіліндегі әріптер және оның дыбысталуы, яғни орысша айтқанда произношениесі, былай айтқанда нәзік, бір әдемі естілетін сияқты. Енді алфавиттің өзіне көшейік. Корей тілінің алфавиті хангыль деп аталады. Енді корей тілінің алфавиті деп айтпай-ақ, хангыль десеңіздер де сіздерге де түсінікті болады деген сенімдемін. Кез келген тілді үйренетін болсаңыздар, басқа бір таныстарыңыз, бұл тіл қайдан шықты, кім шығарды деп тарихында сұрауы мүмкін. Сол себепті кез келген тілді үйренсеңіз де, тек тілді грамматикасын ғана емес, оның тарихында білсеңіз өте қызықты, ары қарай тілді оқып дамуға үлкен бір пайдасын береді. Кореяның тарихында олар бұрын Қытай және Жапон қол астында болған. Сол себепті олардың өздерінің жеке тілі, корей тілі деп аталған тілдері болмаған. Тек ақсүйектер ғана Қытай иероглифтері арқылы жаза білген, бірақ көбісі емес. Қарапайым халық тіптен жазу білмеген. Бірақ 15 ғасырда Сэджон Дэвон, яғни Сэджон патша, өзінің ғалымдар тобы арқылы өзіміздің тілімізді шығаруымыз керек деп хангыльді ойлап тапқан болатын. Корей тілі хангыльде 40 әріп бар. Оның 21-і дауысты, 19-і дауыссыз. Барлығын жазып отырыңыздар. Үлкен А4 форматта үлкен дәптер журналдарыңыз болса тіптен керемет. Барлығын оқып білуге ыңғайлы болады. Дауысты дыбыстардан бастайық. 21 дауысты, оның қарапайым, 11-і дифтонг. Дифтонг дегеніміз екі қарапайым дауыстыдан жасалған күрделі әріп. Негізі корей тілі вертикальды және горизонтальды әріптерден тұрады. Олар бұрынғыда вертикальды әріптерді адамға теңеген, ал горизонтальды жерге теңеген. Бірінші 10 қарапайым дауыстыдан бастайық. Бірінші тұрғанына 5-ші қатардағылар, олар вертикальды әріптер, ал 6-дан 10-ға дейінгілер горизонтальды, яғни жерге теңелген әріптер деп санасаңыздар болады. Бірінші әріп А. Жоғарыдан төменге, оңнан солға А әріпі. Кәдімгі А. Екіншісі Я әріпі. Я. Үшіншісі О әріпі. О. Бұл жерде кәдімгі біз айтып жүрген ашық түрдегі О емес. О. Жұтқыншақпен қысқартылып айтатын О. Төртіншісі Я әріпі. Я. Бесіншісі И. Кәдімгі сызықша мұндағы И. Алтыншысы О. Кәдімгі біз айтып жүрген О деп естіледі. Жетіншісі Йо. Йо. Сегізіншісі О. У. Тоғызыншысы Ю. Ю. Оныншысы Үй. Үй. Келесі достар дифтонг. Дифтонг дегеніміз мен жоғарыда айттым, ол не еді? Дифтонг дегеніміз ол екі қарапайым дауыстыдан жасалған күрделі дауысты әріп. Дифтонгтардан өзім басында мен де қатты қиналған болатынмын, себебі олардың айтылуы, яғни произношениесі бір-біріне өте ұқсас. Мысалы, бір әріп
бірнеше әріп, бір әріп болып естілуі мүмкін. Бірақ оған уайымдамаңыздар, тіпті корейліктердің өзі де осы дифтонгтардың айтылуынан өздері де кейде шатасып жатады. Сол себепті сіздерге де нақты былай от-өді жаттап алудың қажеті жоқ. Тек оқи келе сөйлем барысында кейде сөздер арасында қай кезде қандай сөзде қай әріп қолданатынын білсеңіздер ғана болды. Оны оқу барысында біліп кетесіздер. Дифтонгтардан басында өзімде қатты қиналған болатынмын. Себебі олар өздері бір-біріне өте ұқсас. Мысалы, бір әріп, бірнеше әріп, кешірім сұраймын. Дифтонгтардан басында өзімде қатты қиналған болатынмын. Себебі олардың айтылуы, яғни произношениесі бір-біріне өте ұқсас. Мысалы, бірнеше әріп тек бір әріп болып естілуі мүмкін. Бірақ оған қатты былай қорқудың қажеті жоқ, себебі корейліктердің өздері де әлі күнге дейін осы дифтонгтардың айтылуы бойынша өздері де шатасып жатады. Оны тек оқу барысында, сөйлем барысында қай кезде, қай сөзде қандай әріп қолданатынын білсеңіздер ғана болды. Оны кейін оқу барысында жаттап біліп аласыздар. Барлығын жазып алыңыздар. Қазір мен айтатын 4 әріп бір е және е болып айтылады. Е. Екіншісі е. Үшіншісі кәдімгі экскаватор дегендегі Төртіншісі е. Енді қазір 5-тен 7-ге дейінгі 3 әріпте болып оқылады. Айтып өтейік. Үшеуі де бәрін жазып отырыңыздар. 8-шісі ва. 9-шісі во. 10-шісі уи. 11-і үй. Кейде ол және и болып айтылуы мүмкін. Енді дауыссыз дыбыстарға көшейік. Дауыссыз дыбыстар 19 дедіге. Оның ішіндегісі 9-ы қарапайым, 5-і деммен айтылатын, және 5-і жоғары интонациялы, немесе қосарлама дауыссыздар деп айтсақ та болады. Енді қарапайым дауыссыздарды өтейік. Негізі дауыссыз дыбыстарда әр әріптің өзінің айтылуы бар. Мысалы, киік, ниын, тигіт деген сияқты. Бірақ қазір сіздер бастапқыда енді үйреніп жатқандықтан, оларға сіздердің білудің қажеті жоқ. Тек қана қайсы әріп қалай естіледі, қалай айтылады, соны білсеңіздер болғаны. Бірінші әріп к. Екінші әріп н. Үшінші т. Кейде д болып оқылады. М. Кәдімгі м. Бесіншісі п. Кейде б болып оқылады. Алтыншысы с. Кейде ш болып оқылады. Жетіншісі ч. Кейде дж болып оқылады. Сегізіншісі р. Кейде м болып оқылады. Тоғызыншысы ың. Кәдімгідей ың. Ың әріпін мен ескере кетейін. Ол сөздің басында оқылмайды мүлдем, ал сөздің соңында ғана ың болып оқылады. Келесі, достар, деммен оқылатын дауыссыздар. Олар небәрі 5-еу. Оқып жазып алыңыздар. Х. Екіншісі к. Кәдімгі мен к деп тұрған жоқпын. К деп деммен айтып отырмын. Үшіншісі т. Деп тұрған жоқпын. Т, х деп айтып жүрмеңіздер. К деп еркін деммен айту керек. Төртіншісі ч. Бесіншісі п. Келесі және ең соңғы дауыссыздар, олар қосарлама немесе жоғары интонациялы дауыссыздар. Оларда небәрі 5-еу ғана және ішіндегі ең оңайы десек те болады. Яғни, мысалы, бір дауыссыз әріп 2 рет қайталанады бұл жерде. Солай көзбе-көз жаттап алсаңыздар да болғаны, бұлар өте оңай. Біріншісі ч. Қаттырақ айтасыздар. Кәдімгі ч емес, демін айтылатын ч емес, қатты интонациямен ч деп айтасыздар. Екіншісі кәдімгі к емес, к. Үшіншісі с емес, кәдімгі с. Жоғары деп дауыспен айтасыздар. Төртіншісі т. Бесіншісі п. Керемет, достар, енді сіздер мінеки корей тілі алфавиті хангыльді білесіздер.
Енді сіздерге тапсырма. Қазір өз дәптерлеріңізге жазған осы әріптерге қарап, немесе осы комментарийге өз аттарыңызды жазып көріңіздерші. Қалай ойлайсыздар, дұрыс жаздыңыздар ма? Осы жерде ескеретін өте маңызды жайт, мен жоғарыда айтқандай ың әріпі ол сөздің басында оқылмайды дедік, ал сөз соңында кәдімгі ың болып оқылады. Егер сөз дауыстыдан басталса, оның алдында міндетті түрде оқылмайтын ың әріпі жазылады. Ұмытып қалмасаңыздар, мені ың әріпі дауыстының алдында міндетті түрде жазылады. Яғни корей тілінде дауыстыдан басталатын сөз мүлдем жоқ. Барлығы дауыссыз әріптен басталады. Мысалы, мен өзімнің атымды жазып көрсетейін. Осылай жазылу керек деп ойлайтын шығарсыздар, бұл бірақ қате. Дұрыс емес, сіз бастаймыз. Дұрысы былай болады. Айсель, осы дұрыс. Яғни мені қараңыздар. Менің есімім дауыстыдан басталып тұрса да, оның алдына міндетті түрде оқылмайтын ыңды жазамыз. Ол ешқашан өзгермейтін заң, осыны жаттап алыңыздар. Достар, мен қазір өте қатты қуанып тұрмын. Сіздер енді осы видео арқылы корей тілі алфавиті хангыльмен таныстыңыздар. Видео пайдалы және түсінікті болды деген сенімдемін. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше, аньон!